бір қазір істі жүргізіп жатырмын. Осы Қарағанды қаласының азаматы, менің клиентім. Қазір енді қылмыстық іс аяқталуға жақын қалды. Азаматтық тәртіпте соны өндіріп жатырмыз да, ақшасын. Сол кісімен сөйлесем ғой, енді мен қалай болды деп ше, маған да енді қызық қой. Сонда айтады ғой, Бауыржан дейді, мен ақшаны, кредитті қалай рәсімдеп аударып жібергенімді, в общем, есімде жоқ дейді ғой. Тек қана бір есім жисам, жаңа 4 миллион ақшаны аударып жіберіппін дейді, екі адамға, екі бөлек келген жаңа. Алдаған ғой, банктың қызметкері болып хабарласады. Сіздің жаңағы счетыңызға осындай алаяқтар түсіп жатыр, кредит рәсімдейін деп жатыр деп алдап, кредитті рәсімдетіп 4 миллионды аудартып жіберген. Сонда айтады ғой, жаңа гипноз дейді, бұл айтқан кезде. Болмаса, кәдімгі мемлекеттік қызметте істейтін кісі, менің енді түсінгенім. Бұл айтқан кезде телефонмен де гипноздап алуға болатын. Сосын мен оны гипноз істегенде тағы да бір істеген. Мен Ақтөбеде әріптесім бар, бұрын бірге істегем. Ол да заңгер, мен сияқты. Ол менің ар жағымда 20 жылдай тәжірибесі бар заңгерді. Ол да банктің сотрудниктеріміз деп звондаған адамдарға алданып, ол да бірнеше миллионға кіріп кеткен.